Короче, еще дайын емес, кажется. Енді жақта соктар бар. Жақта чай бар, короче. Қазір біз оранж жуыс алсақ. Или огуречный вода аламыз. Огуречный вода алсақшы. Мен деген неге келе жатырмын, аталады. Рейсіме келе жатырмын, сағат 4 бірдеңе болды. Қазір 5-те 6-да уже регистрация басталады. Сол үшін барып, қасында отырамын, на всякий. Сол, аэропорттың ішінде деген барлығы бар, целом киімдер, косметика, тамақтар, подаркалар, лаунж, бизнес лаунждар. Барлығы бар. Қазір сыртын көрсем, ішін көрсем. Günaydın достар, қалайсыңдар? Мен Сеттелға жеттім. Нью-Йорктан Сеттелға ұштық. 5 сағат. И бұл жақта сағат разницасы 2 сағат екен да. То есть Нью-Йоркта қазір болып жатыр. 12 болып жатыр Нью-Йоркта, ал бізде 10 болып жатыр масындай. Осы Сеттелда. Сондай, короче. Well, here I am all knocking at your back door. Мен тамақ алып келдім бизнес лаунжтан. Короче, услугалар әртүрлі де әр жерде. Сеттелда маған жақын жерде, мен центральный терминалдамын. Маған жақын жерде бір ғана лаунж болды. Аты Bro Shop Social ма сондай бірдеңе. Соған, короче, ол айтады $27 асса, егер оплата төлейсіз, а так $27 жеткізіп алсаңыз, ол тегін дейді. Сонымен мен салат алам, тауықпен, сосын су ала салам. Сонымен примерно $3 су болды, тамағым $27 болды. Сөйтіп тамақ алдым. Қазір обзор жасаймын, қараңдар. Короче, суы киночный болып тұр. Суы киночный, сыртандай не сияқты. Как консерва сатып алғандай, недегі осындай ыдыстағы қаңылтардағы соктар. Кола, анау деген сияқты. Сондай сияқты, бірақ крышкасымен. Прикольно. Обычный вода, салқын. И салфеткасы черный екен. Жаңа сүртіп алдым бұл жерден. Мына жақта соусы бар, салаттың. И мына жақта салаттың өзі. Что? Тема.
андай видта музыкамен короче тамақ ішіп отырмын. Мына салаттағы нені соусты салып, мынандай салып, чесночный не сияқты, ранч сияқты. Сосын ішінде көп шөптер бар екен. Короче, астында полный шөп. Короче, цезарь салат обычный и рукола бар бірақ ішінде. Обычный салат. Дәмі күшті. Осындай салат, короче. Сәлем, әлем достар. Мен Анкориджға келдім. Бізде сағат қазір 5:53, 6 болды сағат. И мен таңертеңге дейін осы жақта болу керекпін аэропорттың ішінде. Аляскада екенімнің бір дәлелі осы аэропортта. Целым аюларға фаворит жақта. Еще кит бар Тынық мұхитында. Вот аю. И мына жақта бұғы деп айтамын, не деп айтатынын. Бұғы ғой. Осындай. Қыста бұл жақ салқын болғандықтан осындай жануарлар көп. Аэропорттың іші осы. Мен бағана түсіп қойғам. Багаждарымды алдым. И вот қазір енді тамақ ішіп аламын. Киімді ауыстырып алғам, осындай болып, қиялский болып. Полный обзор лукқа қазір көрсем. Аяғымда андай трекинговый аяқ киім. Трико, графитовый цветтегі. И Vivienne Waire'дің несі толстовкасы. И в целом қалың болып киініп алдым ішімнен. И сыртынандай безрукавка. Погоданы қарасақ, адамдар шапка киіп жүр, кәдімгі бас киімші. Бас киім киіп жүр. Думаю, салқын деп дала. Жақта көрсек болады, тауларды көрсек болады. Таулар алақандағыдай болып тұр ғой. Тема. Кішкене салқын сияқты дала. Сол енді таңертеңге дейін отырам мына жақта. И потом шаруалармен сыртқа шығам. Ары қарай Сиуортқа кетем ғой енді. Главный менің қалам Сиуорт. Күнайдың достар. Good morning болып тұр. Мен аэропортта қондым. Чтобы таңертең тұрып, жаңағы social security деген бар. Соны алуға почти күттім. Короче, ұйықтағанда бір 4-5 сағат ұйықтадым плотно. И қайда жаттым дейсің ғой, короче, кешегі жерде, короче. Мына жерге жаттым. Вот заттар міне. И зарядканы істеймін ғой, қайтпақшы. Проблема вот зарядкадан. Зарядка таппай. Новойын алдым. Дайшы, вилкалық. Қазір көрсетем. Мынандай. Американский стандарттың зарядкасы осындай болады. И бұл тұрады 29-да $9 алдым. Почти $30 ғой. 17 мың ба, 18 мың ба тұрды. Короче, алды мен не болса да. Вот сол. Қазір енді магазин ашылса, бірдеңелер алып кетіп кеп тұр. Тағы да. Қазір жолда жейтін қоп. Қазір сояққа барғаннан кейін, сол жылда ашқаннан кейін, ары қарай 2-3 сағаттық неге кетем автобуспен Сиуортқа өзімнің жұмыс жасайтын қалама. Солай, мына сыртты қараңдар, таң атты. В целом түн батпайды бұл жақта.
осындай. Мен, короче, шығып бара жатырмын. Қалаға шықпастан бұрын тамақ іше аламын деп шештім. Сол қазір аэропорттамын. Қандай тамақ алдым десеңдер, короче. Мындай ыдыста. Твердый курицамен алдым. Сол, короче. Мындай тұр. Мен автобусқа отырдым. Ағайлар көмектесіп, короче, маған. Осы барады. Саяхатшы Дара бізге. Мен 2 сумкам бар. Мынау бар. Сол, короче. Короче, деп айтып көрейін. Достар, короче, мен Американы мойындадым десең, официальный шаблон осындай. Реально. Короче, мен аэропорттан жаңа social security аштырайын деп қалаға келем. Келе жатам. Сосын 40 плюс 65 деген автобусқа мінем. Ол автобусқа мінгеннен кейін менде 2 чемоданым болады бірге, өзіммен бірге. Потому что мен уже ары қарай неге кету керек боламын, жаңағы автобуспен Сеулға кету керек боламын. Вот, содан кейін менде микрофоным, осы камерамен микрофоным мындай неделініп, қалтама сала салғам, потому что автобуста күшті етіп видео түсіргем ғой. Мен айналамды өзімді. Вот, соны таба алмайым ба десем, микрофонды түсіріп алам, мына микрофон қалтамда тұрған. Затымды тасыған кезде анау жылжып кеткен ғой бүйтіп қолыммен. Сөйтіп микрофон түсіп қалған. Вот, сондай әңгіме. Потолокшы. Мына микрофонды водитель заттарды сақтайтын жерге апарып қойған. Микрофонды шаған кезде сразу ана қыз кілтті, микрофонды әкеп берді ғой. Мен вообще I love you вообще. Андай честность бар екен, да, аяқта деген кішкене. Енді бомждар көп, конечно, олар алып кетеді, сұрамайды, кішкене жабайлау болады, бірақ в целом нормальный адамдар бар екен, да, кәдімгідей. Еще мынау қолымдағы микрофон 111 мың теңге тұрады, Каспийдан қарадым, көтім ашып кетті ғой. Вот кино қараңдар енді. Мына жақ мини GTA. Мини GTA. Вот, я рада в целом, Аллаға шүкір. Әйтпесе көпшігімді жоғалттым, самолетқа несейдің, тағы жоғалтайын деп жатыр едім. Шүкір. Құдай бар екен, Сосын аяқтан несім, бір түрлі кенші пешеходы, светофорлары, мысалы мынау жүруге болмайды деген сөз, жүруге болады, міне ақ көрдің ғой, ақ жанып тұр. Значит, жүруге болады деген сөз. Вот. Сонымен келе жатыр мен. Я рада. Энергия береді ғой деп жатқан болсам. Басқа чипсы мипсиден қарағанда.
кәдімгі немді көрсе видеомды көрсе күлетін шығар не істеп жүрсің шляпамен деп мен вообще кимеймін ғой бұндай өзіме де прикольно мұндай бүйтіп жүрген деген қыз бар қасында қазақ қыз тауып алған соң Бәріміз көріп қуанып кеттік қой прям сол сен қуандың ба білмеймін бірақ ше сен эмоцияң сыртқа шықпайтын сияқты мен негізі қуандым иә кешеден бері вообще бірінші пересадкадан кейін вообще қазақ кездестірмедім ғой Германиядан кейін Сан-Францискода болдым Германияда самолетта ғана көрген шығармын одан кейін аэропортта ешқандай қазақ көрген жоқпын потом Анкориджға келдім Анкориджда самолетта да еш жерде қазақ көрген жоқпын и прям қуанып кеттім сені көріп вот сондай негізі қазақтарды жаңа сошиалда көрдік короче кайф екен негізі қазақтармен улап шулап бәріміз шын жамырап кеттік қой түрінен қараймыз қазақ па қазақ емес деп тұрық қой сүйрек екеуміз артынан біреу не очки киген сықыр екен да көзі ол бала ақтаудық екен сөзінен біліп қалдым да бірақ бірінші көрген кезде мен ойладым ол қытай шығар құрсын деймін ғой бүйтіп қараймын короче бірінші бала қазаққа ұқсап тұр екінші бала қытайға ұқсап тұр да үш бала да үшіншісі қазаққа ұқсап тұр айналар қазақ ау дедік қой короче екеуінде бір болып қалды ғой сөйтсе шынымен қазақ екен ғой ана бала енді көзі сығыр екен очки көзі жеп салған ғой вот сонымен қазақ болып шықты сөйтіп батыстікі болып шықты менің немдікі құлсарынікі болып шықты бір бала дастан деген бала жазып жатқан жаңағы потолок деген соң құлсардан адамды кездестім ладно енді қазақстаннан бірақ именно менің қаламымнан адам кездестіремін ойлаған жоқпын и тағы екі қыз келді жаңа айтқан қыздар ше ана работодательдері күшті не істеген условия жасап қойған сол тема самолет қазір оларды мен үште кезде көрдім а олар да не жасауға келіп екен иә оны нелер жасап беріп жатыр екен біз сол Анкориджде жүрген Америка дейді ғой қатты бүйтіп ұнап жатқан жоқ ішіме білмеймін андай комфортым үйде сияқты как будто Қазақстанда ну ладно андай көшелері бәрі андай эстетичный көріне ма сондай болып көрінеді бірақ адамдары бір түрлі бірақ мына жақта нормально бірақ жаңа ана остановкада бір түрлі адамдарды көрдім ғой шегіп алған бүйтіп аяқ киімдеріне қараймын аяқ киімдері вообще ужасно кәдімгі екі есе үш есе размерлі үлкен киіп алған екі түрлі нәски киіп алған адамды көрдім жаңа бір адам үсті лас да әйелдің үсті лас короче білмеймін алқаштар ма бомждар ма иә неухоженный көрінеді шынымен де иә бірақ андай нелері ше секуритилері күзетшілері андай мемлекеттік қызметкерлері күшті прям андай четко көрінеді андай кәдімгі шаштары бәрін четко киімдері четко вот сондай болса ладно бірақ көшедегі адамдар енді біртүрлі леу бірақ мына жақта туристер көп болғасын кішкене нормально қала сияқты чем Нью-Йорк маған қатты өтпеді бірақ эстетичный әдемі бірақ машинамен жүргісін да кино болып үсті ашық машинамен ше сондай даланы күзетіп қойын сөйлей бермей жақта иә сенсей бауырым ана жерде тұрады қазір әне памятім күшті екен иә ну пойдет енді мына памяттен кейін білмеймін енді памятім қатты емес сияқты өткенде мына жақпен өзгереді иә мына жақпен өзгереді ана жақта не жоқ болды жаңа мен чемоданыммен ана жерге бардым да қайтып бүйтіп келдім ғой бірақ машиналары күшті емес екен иә қатты бір маркалары онша емес онша емес деп қояды дейді как будто тайдадан сияқты маркаларды ей кеттік сондай тапқансың ғой мен немді микрофонымды иә қайда барып кетсің қазір? біз жаңа неге жоқ қаяқтың банкі бізде Северта банк бар соған барамыз жақта Уэллс Фаргоға баратырмыз мына жерде ана бала Дастан деген бала қазір келеді жаңа несін алып келеді чемодан алып келеді и біз ана автовокзал ма бүйтіп напамет бір түсе саламыз а мен бүйтіп
Мені қарасай, мені вообще күшті шығады. Мақтана берейінші мен десең. Қарасай. Экшн камера. Biz YouTube'da жүреміз ертең. Иә. YouTube'da? Дәме. Видео айтайын. Мен білмеймін, идея жоқ қой айтатын. Айта бершейші. Америка күшті екен. Короче, осы бала құлсар жаңа құлсар деп айттым ғой, осы бала, короче. КТЛ, иә. КТЛ да айта берші норматив. Түспей алған мен бір жерде тапсырып. Мына бала Ақтаудікі. Ақтау. Машин. КТЛ тоже. КТЛ. Мәшиннің аяғы деп қойып жүрсің ғой. Сонға келеміз, короче. Что-то андай таныс бір рожалар отыр, сөйтсе қазақтар отыр екен өзіміздің. Андай группа сол ғой. Бір андай жаның кіргендей болады екенсің, что-то. Типа андай ғой. Ешкім жоқ кезде жүрген кезде андай ема қайда келдің деп жүресің да, бірақ бір-екі қазақ көргенде кішкене андай ема деп қаласың, құдайға шүкір деп. Жүрегің кір, тынышталып қалады да, жалғыз емес екенмін деп мынандай. Тема. Давай. Пока. Удачи. Давайте сендерге де берсін. Давай. Бізді кім? Міне менікі екеуі де тұр. Мынау. Сенің чемодан қайда? Аржанда тұр ғой. Hi guys. Көреміз, а? I need a name. Иә. Right here. Okay. And what's the other name? Енсіңдер. Who's the other person? Tyvek right here. That's one. Who was the other? Who just got? Он все ссылка жіберіп всегда сразу. Біздің орын қандай екен? Алтын отыра бер, бит көрінеді, блоктық штука. Да? Блин, үшінші орын болғанда ортаға отырады енді сен. Видеоға істеп. Осында қай жерсен қараяма бірдеңе. Көрінді? Kind of funny with a name like Seward Highway that it would go to Seward, but it does. What's fun about it though is that it does change state highway numbers. Дейміз енді Сеуардқа өзіміздің қалаға жолға шықтық бұйырса, аламандығын берсе, жолымызды берсін. Сол осындай имидж алған кезде мен не айтатыным жоқ. Қазір уже досым сияқты сөйлей беремін ғой. Так, біз бүгін сағат іші болды. Сағатын ашын эпо өшіп жатыр. Сағат 3-тен 12 кетті. Біз Анкоридждан Сеуардқа қарай жолға шықтық. И мына неміз автобуспыз не екен гейт сияқты сөйлеп жатыр да, то есть додай деген сияқты. И билеті біз $75 шықты. В целом осындай алдымызға немізді алып алдық, суымды, чипсы кеше қалады десек. Вот сондай. Вид прям күшті болып тұр, бірақ на камерамен бере алмайтын сияқтымын. Өкінішке орай. Вид тема болып тұр. Вот сол жаңа айтқандай кетіп барадырмыз. И просто я хотела вид сыртынан түсіргенді. Вот. Вид тема болып тұр. Мен барлық жерге барсам тема деген сөзді айта берем. И короче деген сөзді айта берем. И в целом деген сөзді. Осы үш сөзді айтпау керек маған. Әйтпесе блогтың почты шығады. Сол. Мына жақта қыздар, көрсеткен қыздарым бар. Басқа не айтам. Зарядка полный өшіп жатыр. Жаңағы пауэрбанктікі, телефондікі, вот камераныкі барлығы өшіп жатыр. Қазір зарядтап дайындалу керек. Бұйырса 3 сағаттық жол. Күшті видеолар түсірем деп ойлаймын. Все, всем пока. So there's a nice boardwalk hiking. It's very common to see lots of waterfowl out here. Also on the right, Anchorage. Now some of the highest
more tides in the world. It's not the highest, but it's very much. Thank you. Yes, of course. Bye bye. Have a good day. Hi guys. Бүгін сендерге рум туры түсіріп жүрейін. Короче, мен жұмыс орныма келдім. Пока что мен осы жақта жата тұрамын. Өйткені мен менеджерім болған, что мен ертең келем деп. Бұл уже кәдімгі жұмысымыз орны. Бірақ мен бүгін осы жақта демаламын. Осында диван, телевизор, керек жарақтар. Холодильник бар екен. Вот, мына жақта. Осында уборный. И мына жақта вид. Душ бар. Сондай күшті.